Қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу. Делопроизводство на казахском языке. Қайталаймыз. В соответствии сәйкес. В соответствии с законом. Заңға сәйкес. В соответствии с законодательством. Заңнамаға сәйкес. Действовать. Әрекет ету. Глагол. Действие. Әрекет. Мы действуем в соответствии с законодательством. Біз заңнамаға сәйкес әрекет етеміз. Әрекет етеміз глагол. В казахском языке глагол всегда в конце предложения. Новые слова, жаңа сөздер. Предприятие, кәсіпорын, организация, ұйым, учреждение, мекеме. Государственное учреждение, мемлекеттік мекеме. Предложение. Мен мемлекеттік мекемеде жұмыс істеймін. Я работаю в государственном учреждении. Мен ірі кәсіпорында жұмыс істеймін. Я работаю на крупном предприятии. Глагол всегда в конце предложения. Мен жеке ұйымда жұмыс істеймін. Я работаю в частной организации. В русском языке предлог, в казахском языке окончание. Хат, письмо. Прошу вас предоставить план мероприятий. Сізден іс-шаралар жоспарын ұсынуды сұраймын. Направляем вам план мероприятий. Сізге іс-шаралар жоспарын жолдаймыз. Если вам во множественном числе, то сіздерге. Іс-шаралар, мероприятия. Іс-шаралар жоспары, план мероприятий. Қайталау. Құжат, документ. Құжаттың көшірмесі, копия документа. Құжаттардың көшірмелерін ұсынуды сұраймыз. Просим предоставить копии документов. Выполненная работа, орындалған жұмыс, отчет, есеп. Сізден орындалған жұмыс туралы есеп беруді, немесе беруіңізді сұраймыз. Просим вас предоставить отчет о выполненной работе. Обратите внимание, глагол в казахском языке всегда ставится в конце предложения. Доклад, баяндама. Я подготовила доклад о работе отдела. Попробуйте самостоятельно перевести. Өздеріңіз аударып көріңіздер. Подготовить, дайындау. В казахском языке глагол будет в конце предложения. Перевод. Мен бөлімнің жұмысы туралы баяндама дайындадым. Мен бөлімнің жұмысы туралы баяндама дайындадым. Баяндама жасадым, это сделал доклад. Мы разработали ежеквартальный план работы отдела. Разработать, әзірлеу. Попробуйте самостоятельно перевести. Разработали, әзірледік. Будет в конце предложения. Сөйлемнің аудармасы. Біз бөлімнің 90 сайынғы жұмыс жоспарын әзірледік. 90 сайынғы ежеквартальный. План работы, жұмыс жоспары. Біз бөлімнің 90 сайынғы жұмыс жоспарын әзірледік. Бөлім, отдел, бөлімше, подразделение, құрылымдық бөлімше, структурные подразделения. Предложение для перевода. Өздеріңіз аударып көріңіздер. Проведено совещание с сотрудниками структурных подразделений. Провести, өткізу, совещание, кеңес, сотрудник, қызметкер. Вам остается только связать эти слова. Аудармасы.
құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерімен кеңес өткізілді. Обратите внимание, переводим с конца предложения. В казахском языке глагол, сказуемое всегда ставится в конце предложения.